Салық кодексіндегі 3 компонентті интеграцияланған жүйеге биылдан бастап біршама өзгертулер енгізіледі. Ол нендей өзгертулер? Жалпы 3 компонентті интеграцияланған жүйе дегеніміз не? Оны білу үшін студияға қалалық мемлекеттік кірістер департаменті, мемлекеттік қызметтер басқармасының басшысы Бақтыгүл Сейітова ханымды шақырдық. Бақтыгүл ханым, қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме? Енді жаңа ғана өзіміз айтып өткендей, 3 компонентті интеграциялық жүйе дегеніміз жалпы не, және де оның оңтайлы тұстары, яғни кәсіпкерлер үшін ол несімен тиімді? 3 компоненттік интеграциялық жүйесі, оның атының өзі айтып тұр, 3 компоненттен тұрады. Ол біріншіден салық төлеушілерге өздерінің салықтық міндеттемелерін орындау үшін арналған жүйе. Біріншіден ең тиімділігі ол деген 3 компоненттің біріншісі ол деген бақылау компоненті, ол деген бақылау кассовый аппараттан тұрады. Екіншісі төлем компоненті, ол деген карточка арқылы төлем жасағандарды посттерминалдан тұрады. Үшіншісі ол есептілік компоненті, ол деген товарлармен атқарған жұмыстардың есебін жүргізетін жүйе. Салық төлеушілерге ең тиімділігі ол артылықшылығы жеңілдіктер береді. Жеңілдіктің екеуі бар. Біріншісі қосылған қосалқының минималдық шегі көбейеді. Бүгінгі күнге 60 миллион календардық жылға ол аспау керек. Қосылған құн салығына тұру үшін сол 3 компоненттік жүйені ол деген пайдаланса, ол шегі көбейтіледі 380 миллионға дейін. Ол кірмейді ол сол шегіне. Сосын екінші артылықшылығы оңайлатылған декларацияның жоғарғы шегі бар пайдалану үшін. Ол деген бүгінгі күнге жарты жылдықта 73 миллиондай құрайды. Ол сол оңайлатылған декларация арнайы салық режимінде қалу үшін ол 3 компоненттік жүйені пайдаланса, оның шегі көбейеді шамамен 214,5 миллионға дейін. Жақсы. Енді қазіргі таңда қанша алматылықтың бизнес субъектісі бұл жүйеге көшіп үлгерді? Біріншіден, ол жүйемен пайдалануға мүмкіндігі бар, тек қана жеке кәсіпкерлер оңайлатылған декларация пайдаланатын. Бүгінгі күнде Алматы қаласы бойынша шамамен 750 жеке кәсіпкер 938 3 компоненттік жүйе тіркеді и пайдаланады. Жақсы, енді жаңа 3 компонентті интеграцияланған жүйеге қосылғысы келген кәсіп иесі қайда бару керек, және де қандай әрекет жасау керек? Біріншіден, ол біздің мемлекеттік кірістер комитетінің веб-порталына кіреді. Сол жерде 3 компоненттік жүйесінің біреуін таңдайды. Ол таңдағаннан кейін сол 3 компоненттік жүйені жасаған адамдарға, разработчиктерге хабарласады. Хабарласқаннан кейін ол электронды түрде немесе қағаз түрінде сол тиісті 3 компоненттік жүйені тіркелетін жеріне барып өтініш береді. Тіркелетін жер қай жер? Сол өтініштің қай жерде пайдаланатын жері. Салық төлеушінің тіркелген жері емес, сол 3 компоненттік жүйе қай жерде пайдаланады, сол салық органына барады. Бақтыгүл ханым, енді бұлай қысқаша түсінікті айтып өтіңіз, 3 компонентті интеграцияланған жүйеге қосылу үшін нақты не керек? Ол үшін жаңа посттерминал керек? Жоқ, сол 3 компоненттік жүйенің өзі сол 3 компонентті тұрады. Біріншісі бақылау кассасы, екіншісі посттерминал, үшінші есептік компонент, ол деген сол айналым, товардың айналымы, немесе жасайтын жұмыстарының есебін жүргізетін жүйе. Демек, бұл кәсіпкерге де өте тиімді, иә? Әрине. Жақсы, рахмет сізге бүгін студиямызға келіп, ақпарыңызбен бөліскеніңіз үшін. Тағы да бір айтатыным, біз көп жарнама, көп
салық төлеушілерге айтқыларымыз келетін көп біздің бағдарламалар бар. Сол үшін біз қазіргі жағдайда салық төлеушілерге электронды почта арқылы немесе СМС арқылы хабарлама беруге уже дайынбыз. Сондықтан мен салық төлеушілерге айтқым келетіні, өздері СМС-ті қабылдау үшін немесе электронды почта арқылы хабарлама алғысы келсе, солардың барлығын түгендеп, тексеріп, сосын актуализировать етсін. Жақсы, рахмет, сіздеріңізге сәттілік тілейміз. Құрметті көрермен, бізбен студияда болған Қалалық мемлекеттік кірістер департаменті, мемлекеттік қызметтер басқармасының басшысы Бақтыгүл Сейітова ханым болды.